Декларацияны толтыру үшін бізге ең алдымен мәліметтерді жинақтау керек. Бізге керегі пайда түскен мәмілелерді есептеу, яғни сделкаларды. Пайда басқа елдің валютасында түскен болса, оны теңгеге айналдырамыз. Екіншіден, барлық дивидендтерді есептейміз. Тек қана қазақстандық биржалардағы қазақстандық эмитенттерден түскен дивидендтерді есептемейміз, қалған дивидендтерді есептейміз. Әр ел бойынша валюта бойынша біріктіріп қосамыз, теңгеге айналдырамыз. Одан кейін декларацияда көрсетілуге тиісті құнды қағаздар тізімін құрамыз. Бұнда тек қана өзіміздің қазақстандық биржалардағы қазақстандық эмитенттер көрсетілмейді. Шетелдік эмитенттер, шетел биржасындағы және өзіміздің қазақстандық биржадағы шетелдік эмитенттер бар, оларды да көрсетуге міндеттіміз. Әрине өзіңізге түсінікті болу үшін бір кемелді репорт жасап шығуыңызға болады. Барлық мәмілелер тізімін құрып, оларға сортировка жасап дегендей. Бірақ декларацияға керектісі осы 3 мәліметтер. Бұл мәліметтердің бәрін қағазға жазып шығуыңызға болады ерінбесеңіз. Бірақ әрине Excel-ді пайдаланған қолайлы. Мен жеке өз басым брокерлік шоттар бойынша мәліметтерді қалай жинақтаймын, сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Кез келген брокерлік компания өз клиенттеріне statement report дейміз, шот бойынша есеп береді. Орысша айтқанда отчет брокері. Мен мысал ретінде Freedom Finance Belize брокер бойынша істеп көрсетейін. Бұндай отчеттарды кез келген брокер береді. Жусам болсын, TD Ameritrade, Interactive Brokers болсын, бәрінде осындай мүмкіндік бар. Мысалға трейдернетте былай болады. Кабинетке өтесіз, отчеты брокера деген бар. Бұнда сізге керекті период талдайсыз. Мен 3 жылға бірақ талдайын. 2021-дің 31-ші желтоқсанын талдауға болады. Дұрыс белгісін басасыз. Мінекей, statement report дайын. Бұл отчетты кабинет арқылы алсаңыз, тек қана осындай PDF форматта ала аласыз. Ал егер Excel форматтағы нұсқасын алғыңыз келсе, онда жеке консультантыңызға хабарласасыз. Ол сізге WhatsApp арқылы, почта арқылы оп-оңай жіберіп бере алады. Давайте компьютерға жүктейік. Керекті орынға сақтап алыңыз. Тағы бір әдісі, мәмілелер бойынша, яғни сделкалар бойынша тағы бір отчет алуыңызға болады. Ол үшін профилға өтесіз. Сделки. Бұл жерде бұл отчетты Excel форматта ала аласыз. Сделкалар бойынша мәліметтерді жинақтауға осы формат қолайлы. Мұнда уақытты хронология кері бағытта көрсетілген. Бұны басыңыз бір рет. Мінекей ең бірінші көне сделкалар пайда болды. Давайте отчетты қазақша қылып түсірейік. Мәмілелер. Күн тағы рет басамыз. Excel-ге экспорттау басыңыз. Керекті мәліметтерді алдық. Әрине, брокерлік шотыңызда көп операциялар жүргізілмесе, онда бұлай қиындатпай-ақ, отчет демей-ақ, керекті мәліметтерді осы терминалдың өзінен-ақ жинап алуыңызға болады. Ақша қозғалысы, мұнда да тұр, дивидендтер бойынша, мәмілелер, саудаласы дейді, торговля, саудаласу. Мұнда ашық позициялар тұр, керекті мәліметтерді бұл жерден де жинақтай аласыз. Бірақ менің жағдайымда сәл күрделі, сол үшін мәліметтерді жинау керек. Керекті мәліметтерді түсіріп алдық, енді өңдейміз. Енді керек емес мәліметтерді алып тастаймыз. Нөмірі бұрын бізге қажеті жоқ. Мыналар сделка жасалған күн, бізге керек бұл. Есептеулер дейді. Мұнда сделка жасалған күндер есептеу жүргізілген күннен 2 күн бұрын. Байқап отырсаңыздар. 2 жұмыс күні, дәлірек айтқанда. Бұл Т+2 режимі. Бұның да қажеті шамалы. Тикер керек, операция керек. Мұнда акциялардың санын нөмір деп қойыпты, бұл дұрыс емес. Саны. Бағасы керек, валюта. Бұнда тағы столбец тұр, валюта көрсетілген, сондықтан бұның қажеті жоқ. Сомасы керек, тағы бір валюта, бұны да өшірейік. Столбец пайда, бұл да керек. Валюта қалсын, айналым, бұны да өшіреміз. Комиссияның да қажеті шамалы, бірақ тұра берсін. Енді керекті столбецтарды қосайық. Бізге керегі жыл. Өйткені бізде салықтық период 1 жыл. Жылы деп енгізейік. Тағы да ISIN коды керек. Сосын эмитенттік белгісі бойынша сұрыптауымыз керек. Эмитент деген столбец құрамыз. Эмитент. Және биржа туралы мәліметтер керек. Сосын номерді қосуға болады. Бір форматқа келтірейік. Тағы нені қосуға болады? Мына пайданы доллармен және теңгемен көрсетуіміз керек. Сол үшін мына столбец доллармен болсын.
Валютадан кейін тағы бір столбец қосайық. Бұған теңгенің курсын енгізейік. Теңге бағамы. Және тағы бір столбец ашайық. Бұған теңгеге айналдырғандағы пайда енгізілетін болсын. Пайда г дей салайық. Ары қарай мәліметтерді толықтайық. Бірінші болсын биржа. Қай биржа арқылы жүргізілгенін қалай білеміз? Екінші отчет бар ғой бізде, толық. Сол отчетта бар биржа туралы информация. Төмен қарай түссек, сделка туралы мәліметтерді табамыз. Мұнда 5-ші болып тұр екен. Информация о совершенных сделках. Путь деп тұр. Арка, DNTN, Арка, жақта NASDAQ, RGX. Бұның бәрі америкалық биржалар. Кейбіреулер бұларды маркетмейкер деп атайды. Бұлар американдық биржалар желісінің бір бөлігі. Арка, NYSE, бәрі Intercontinental Exchange деген компанияның астына кіреді. Мұнда орны US, ақш деп ресми түрде көрсетілген. Хотя мынау Белиздің отчеты. Арка. Көшіріп алайық. Келесі эмитент. Америкалық. USA дей салайық. ISIN кодты қайдан аламыз? Терминалдан алуға болады, Google-дан іздеуге болады. Терминалдан алайық. ANH ISIN ISIN жылы 2019. Мұнда көрініп тұр, 2019 жылы екі-ақ сделка жасаппын. Қазір 2020 жылдың басы деп ойлайық. 2019 жылда аяқтаттық. Ол кезде бізде тек қана осы екі позиция болатын еді. Бөлейік басқа жылдан. Мынау екі түрлі эмитент, бұнда бөлейік. Екі. Бұнда да биржа Арка. Эмитент америкалық. Шлюмбиржа компаниясының ISIN кодын табамыз. Жылын енгізейік. Мұнда сделкалар бойынша күні тұрса да неге тағы да жыл деп қойып жатырмын. Кейін фильтрді пайдаланып сортировка жасау үшін. Біраздан кейін түсінесіздер. Енді 2019 жылда аяқтаттық, 2020 жылдың басында тұрмыз. Не істейміз? Осы репортты ашамыз. Ол кезде мына мәліметтер болмайды. Екі позиция ашылып тұр. Тағы бір строка қосайық. Мұнда күні деген столбецқа 2019-31 желтоқсан деп енгіземіз. 31-12-2019. Оң жаққа қарай реттейік бәрін. Жылды көбейтіп қояйық. Тикер сол. Енді мына операция деген столбецқа сумма, қосындысы жалпы. Яғни 2019 жылдың 31 желтоқсаны бойынша дәл осы қағаз бойынша жағдай қалай? Қанша акция бар портфеліңізде? Бұл жағдайда 30, ешқандай сатып алу болған жоқ, ешқандай сатып жіберу болған жоқ. Мысалға сатып жіберу болғанда, саны азайған кезде бұнда санын азайтып қоямыз. Бұл кезде мұнда тағы строкалар қосылады. Қаншасын саттыңыз, қандай бағамен саттыңыз, пайда болды ма, зиян болды ма? Зиян болса керек емес, пайда болса, сол күнгі теңгенің курсын іздеуге тура келеді, теңгеге айналдырамыз. Өйткені ол мәлімет декларацияға керек болады. Мына жақтағы ячейкаларды толықтай салайық. USA, Арка. Бірінші эмитент. Ол жерін өзгертпейміз. Келесі акция бойынша да солай істейміз. Тағы бір строка қосайық. Бұнда Шлюмбиржа 31 желтоқсан бойынша қанша дана акциясы бар сіздің портфеліңізде? 10. Мінекей 2020 жылдың басында тұрсаңыз, осы екі жол бойынша, осы екі строка бойынша декларацияны толтырамыз. Енді 2020 жылды аман-есен өткөрдік деп ойлайық, 2021 жылдың басында тұрмыз деп ойлайық. Ол кезде 2020 жыл бойынша декларацияны толтырамыз, тағы да репортты ашамыз. 2020 жылы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі жасаған барлық операцияларыңызды отчетқа енгізесіз. Ол кезде мен былай істерем. 2020 жылы болған операциялардың бәрін бөліп алайын бірінші. 2021-ден. Мінекей. Енді мына портфеліңізде бұрыннан болған эмитенттер бойынша қандай операция болды? Соны тауып алайын алдымен. ANH, Шлюмбиржа. ANH. Мінекей. ANH бойынша тағы да сатып алу болған. Сосын
шлюмберже бойынша тағы да сатып алу болған екен. Және ANH бойынша тағы да сатып алу жасаппын майдың 10 күні. Және ары қарай болмаған бұл екі эмитент бойынша. Енді осы мәліметтерді жалғастырып енгіземін. Көрнекті болу үшін әр эмитентке әртүрлі түс берейік. Бірінші жолды басқа реңге, ANH эмитентіне басқа түс берейік. Енді қосымша строка қосамын. Оған жаңағы жүргізілген операцияны әкеп қосамын. Марттың 23 дейді. Көшіріп аламын. Қойылды. Бұл 2020 жылға операцияға енеді. Мәліметтермен толықтаймын. Тағы да строка қосамын. Келесі операцияны әкеп қондырамын. Осы эмитент бойынша. Мына сатып алуды әкеп уже қондырдым. Бұны өшіріп тастайын. Және тағы бір сатып алу болды ғой бізде. Мында тұр екен. Бұл да 2020 жылдың ішінде болған. Мұндағы тізімнен алып тастаймын. Енді 2020 жылдың 31 желтоқсаны бойынша осы эмитент бойынша жалпы есептеу жүргізу керек. ANH 2020 жылы 31 желтоқсан. Мұнда сумма. Мінекей қараңыздар, 2019 жылдың 31 желтоқсаны бойынша 30 дана акциясы болған. Осы эмитент бойынша 2020 жылы 2 операция жүргізілді, сатып алу. Тағы да 30 дана акциясы, сосын 70 дана акциясы сатып алынды. Нәтижесінде менің портфелімде осы эмитент бойынша қосамыз мынаның бәрін. 130 дана акциясы бар. Мінекей мына строкалар не үшін керек болды, енді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Келесі шлюмберже бойынша операциялар жинақтайым, одан ары қарай жаңадан сатып алынған эмитенттер бойынша мәліметтерді әкеп қондырамын. Мінекей шамалы болсын жан-жақта шашылып атқан мәліметтерімізді бір жерге жинақтадық. Мұнда тағы бір столбец қосуға болады. Брокерге арнап. Брокер. Өйткені кейбіреуіміз бір ғана брокермен емес, бірнеше брокермен жұмыс жасауымыз мүмкін. Диверсификацияны тек қана активтер бойынша ғана емес, брокер бойынша да жасаған дұрыс. Бірақ декларация тапсырғанда, салық төлегенде әр брокер бойынша емес, жалпы барлық брокер бойынша тапсырасыз. Яғни барлық брокерлік шоттарыңыздағы сізге тиесілі құнды қағаздарыңызды, сатудан түскен пайдаларыңыз және дивидендтер, солардың бәрі бір декларацияда көрсетілу керек. Мысалға менде кейбір позициялар Freedom Finance Belize'да, сосын Kit Finance, ресейлік акциялар менде Kit Finance брокері арқылы алынған. Сосын тағы бір позициялар менде Interactive Brokers'та тұр. Яғни декларация тапсыруда акцияларды, құнды қағаздарды қай брокермен сатып алдыңыз, ол қызық емес ешқандай. Тек қана қандай биржамен сатып алынған, сол маңызды. Өйткені біздің салық комитеті отандық биржаларға бір бөлек, сосын шетелдік биржаларға бір бөлек саясат жүргізеді. Сосын тағы мындай жағдай болуы мүмкін. Мысалға менде Apple компаниясының акциясы Belize арқылы алынған акциялары да бар, сосын Interactive Brokers арқылы алынған акциялар да бар. Мына жерге мен тағы да Interactive Brokers'та кеп қосуым керек. Яғни позицияларды брокер бойынша емес, биржалар бойынша, эмитенттер бойынша бөлеміз. Сосын қазақстандық эмитенттер бойынша мәліметтерді бір жерге жинақтаған дұрыс, бөліп шетелдік, қазақстандық. Дәлірек айтқанда шетелдік биржалар, қазақстандық биржалар. Міне осылайша мәліметтер базасын құрып алғаннан кейін, бұның өзі бір шағын мәліметтер базасы ғой. Фильтр функциясын пайдаланып, мысалға өзімізге керекті столбецтарды талдаймыз. Ctrl-Shift ағылшынша L-ді басамыз. Мінекей әр столбецқа фильтр пайда болды. Енді мәліметтерді оп-оңай сұрыптай аламыз. Мысалға брокерлер бойынша тек қана Freedom Finance Belize'ді көргіңіз келсе талдайсыз. Belize бойынша сұрыпталады. Қалған мәліметтерді алып тастайды. Мысалға Kit Finance. Тек қана Kit Finance пайда болды. Excel-дің өте пайдалы функциясы. Көпшіліктеріңіз білуіңіз керек деп үміттенемін. Биржа бойынша, эмитент бойынша сұрыптай аласыз мәліметтеріңізді. Тек қана Россияныкін көрейік мысалға. Мінекей, бәрі дайын. Жылы бойынша тек қана 2020 жылғы операцияларды көргіміз келсек, мінекей талдай саламыз. 2020 жылы мында менде сатулар болған.
оның үстіне пайда болған байқап отырсаңыздар. Пайдаларды теңгеге айналдыру керек бізге. Мысалға мына сделка бойынша менде $205 пайда түсіпті. Теңгеге айналдыру үшін операция болған күннен бір күн бұрынғы курсты аламыз. Мысалға мына позиция менде майдың 13 күні жабылыпты. Енді Google-да ашамыз. Іздеуге курс теңге по Нацбанку деп басамыз. Мәліметті ұлттық банктың сайтынан алған ең дұрыс, National Bank KZ. Долларды талдаймыз. Төмен түсіп өзімізге керекті кезеңді талдаймыз. Маған 2020 жыл керек. Мамыр айының курсы керек, яғни май. Бірінен бастап талдай салайық. Және сол жылдың соңына дейінгі кезеңді талдай салайық. Показать отчет. Операция 13 күні болды. Маған ол күннен бір күн бұрынғы курсты алу керек. Біздің жағдайда майдың 12-сі 420-23. Қойдық. Енді теңге бойынша пайданы шығару үшін оңай. Осы курсқа көбейте саламыз. Келесі пайдаларды да тура осылай теңгеге айналдырамыз. Мысалға мына позиция жабылған күні курс 421 болды деп ойлайық. Теңге бойынша пайданы сол курсқа көбейте саламыз. Мұнда тағы бір пайда, марттың 27-сі. Болды, пайдаларды доллар бойынша анықтадық, теңге бойынша анықтадық. Енді тағы бір страница құруға болады. Бұл жерге пайдаларымызды жыл бойынша жинақтайық. Мінекей, кішкентай кестеге пайдаларымызды жинақтап көрсетуімізге болады. Жыл, биржа, доллар бойынша жалпы пайда, теңге бойынша жалпы пайда. Мұнда ақш биржалар бойынша құнның өсуінен түскен жалпы пайдаларды көрсетейік. Теңді енгізіп, керекті страницаға өтіп, пайдалардың қосындысын көрсетеміз. Енді теңге бойынша. Қосу, тең. Дәл осылай басқа биржалардан түскен пайдаларды да жинақтап алуыңызға болады. Бұлар құнның өсуінен түскен пайдалар, ал дивидендтер бөлек. Дивидендтер бойынша бөлек есептеулер жүргізесіздер. Мұнда шетел биржаларындағы акциялардан түскен дивидендтерді әр жолы сіз есепке алуыңызға тура келеді. Америкалық компаниялар жылына 4 рет төлейді ғой. Дивидендтер түскен даталарды есепке алып, сол күнгі теңгенің курсын қондырып, оны теңгеге айналдырып, бәрін сақтап отырамыз. Болды, енді суммасын шығарамыз. Мына строканы сум. Доллар бойынша қосындысын, ячейканы талдап, автосумды басасақ болады. Сосын теңге бойынша суммасы. Басқа елдерден түсетін дивидендтер болса, тура осылай істейміз. Мысалға, Ресей биржаларынан. Бұғанда рубльдің сол күнгі курсын қоямыз, дәлірек айтқанда осы күннен бір күн бұрынғы курсты. Сосын жалпы қосындысын шығарамыз. Өзіміздің қазақстандық қор биржамызда тек қана қазақстандық эмитенттер емес, шетелдік эмитенттер де бар ол жерде. Ресейлік қағаздар, сосын америкалық қағаздар. Олардан түскен дивидендтерді есептейсіз, бірақ бөлек. Өйткені оларды декларацияда көрсетіп, артынан корректировка жасап, алып тастайсыз. Яғни салық төленбейді олар бойынша, бірақ көрсетілуге міндетті. Ал қазақстандық биржалардағы өзіміздің қазақстандық эмитенттер, қазақстандық компаниялар яғни, олардан түскен дивидендтерді ешқайда көрсетпейміз. Салық та төленбейді. Болды, бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Дивидендті әр жылға бөліп есептейміз. Құнның өсуінен түскен жалпы пайдалар. Бұларды мына репортқа негізделіп тауып шықтық. Бұл таблицалар тым күрделі деп ойласаңыздар, онда әрине өздеріңізге түсінікті, өздеріңізге қолайлы әдіс арқылы басқа формада құрып шығуларыңызға болады. Excel'дің мүмкіндігі шексіз. Менің мақсатым жалпы мысал ретінде көрсету. Бұл жағдайда осындай формат қолайлы сияқты, өйткені менде әртүрлі брокерлік компанияларда шот ашылған, әртүрлі биржалар алқы сатып алынған. Сол үшін барлық мәліметтерімді бір жерге біріктіріп жинақтадым. Немесе тағы бір форматта дайындауға болады. Мынандай. Шамалы қарапайымдастырып, барлық мәліметтерді бір жерге жинауға тырыстым. Сіздерге түсінікті болу үшін келесі видео сабақтарда осы форманы пайдаланатын боламын. Үлгілерді осы видео сабақтың астында қалдырамын. Керек болса жүктеп алыңыздар.